Қазбек Жарылқасынұлы. Рахмет. Жаңа Қанат Жұмабайұлының өзі айтқандай, бұл енді өте маңызды мәселе. Мемлекеттік ақпараттық саясат, бұл қазір масс-медиа заңын өзімізде талқылап жатырмыз. Бұл ішінде де көптеген мәселелер қамтылып жатыр. Жаңа шет жағасын вице-министр мырзаның өзі де айтып өтті. Негізі бұл жердегі ең басты мәселе мынау қазақ баспасөзінің жағдайы, қиын жағдай. Ол заңда да біз қарап жатырмыз. Жаңа баяндамашыда өзі де айтып өтті қазақ баспасөзінің жағдайы. Қазір бізде мынау интернет қолға алынғалы қазақ баспасөзінде жалпы біздің билік тарапынан жалпы шенеуніктер газет оқымайды негізі бізде билікте. Бәрінің қолында жаңа телефон, сонымен қарайды. Сондықтан да қазір газеттің киоскілері жоқ. Астанада да, Алматыда да, үлкен қалаларда газеттің таралуы қиын. Сондықтан одан кейін бұл мәселе бірінші мәселе. Екінші мәселе одан кейін біздің биліктегілердің бәрі қазақ тілді баспасөзде емес, көбінесе орыс тілді баспасөзге қарап, соған қарай жаңа ауа райын жасайды көбінесе. Ал бірақ қазақ тілді баспасөз бүкіл саясатты, мысалы президент сайлауы болсын, парламент сайлауы болсын, ол жердегі бүкіл тартыс, айтыс, яғни ол қазақ тілді баспасөзде болады. Өздеріңіз білесіздер осы уақытқа дейін. Сондықтан қазақ тілді баспасөзге көңіл аудару, жалпы мемлекеттік баса назар аудару керек. Жалпы қазір енді мына министрлік қазақ тілді баспасөз мемлекеттік болсын, мемлекеттік емес, тәуелсіз басылымдар болсын, жаңа өз сөзін айтып жүрген қаржыландырып мемлекет тапсырыс беріп келе жатыр. Кейінгі кездерде біраз жылдардан бері жалпы дұрыс. Бірақ соның өзінде мынау жаңа өздеріңіз айтқандай, мына жергілікті газеттерде жағдайы қиын болып жатыр. Аудандық, облыстық газет, аудандық газеттердің көбісі сатылып кетті. Ол дұрыс адамның қолына тисе, жақсы. Бірақ тек қаржысы бар ғана адамның алдына тисе, ол аудандық газетке біз бизнестің көзі, жалпы газетке мемлекеттік ақпараттық, мына қазақ тілді газетке бизнес көзі деп қарамау керек. Ол саясат, ол ұлттық идеология ең бірінші. Бізде тәуелсіздік кезде ұлттық идеология, ұлттық партияның рөлін атқарған қазақ газеттері. Жалаң аяқ, жалаң бас жүргенмен олар жалаң төс. Елдің, мемлекеттің мүддесін, ұлттың мүддесін қорғауда қай кезде де кеудесін тосты, жалаң төсін. Әлі де солай болып келеді. Сондықтан да бұл қазақ газеттеріне қатты көңіл аудару керек. Мысалы, газет оқымайды деген сөзді қою керек. Газет бізге өтпейді емес, жетпейді қазір. Жетпейтін жаңа баяндамашының өзі айтып өтті. Бұда Қазпошта бар, басқа бар. Жергілікті жерге жеткізбейді, киоскілер жоқ. Мысалы, Ұлыбританияда ең алғашқы шыққан газет 1764 жылғы ма? Стил деген газет аяқталатын сол. Кезінде сол табыстың жаңа бизнес емес деп отқаным. Бүкіл жаңа медиа холдингтің табысының 2,5%-ын ғана береді екен. Содан кейін жауып тастапты. Жауып тастағаннан кейін, бірақ 2 жылдан кейін ол газетті қайтып ашуға тура келді. Газетсіз болмайды екен деп. Сол сияқты газет барлық жерде де оның рөлі күшті. Ал енді қазақ газеттерінің жағдайына келейік. Мысалы, биыл 90 жылдық болып жатқан қазақ әдебиеті газеті. Өткенде осы біз 10 күн ел аралағанда, мен жазушылар одағына барғанда ол газеттің жағдайына кірдім. Әйгілі Шерхан Мұртазаның кезінде қазақ әдебиетінде 40-қа жуық кәдімгі журналистер жұмыс істеген. Одан кейінгі Ұлықбек Есдәулет, кешегі марқұм Жұмабай Шаштайұлының кездерінде де 20 шақты газеттер істеді. Жанарбек Орынбек кезінде де 20 шақты істеген шығар. 25-тей адам істеді. Ал қазір қанша тілшісі бар? Мен барғанда бір-ақ тілші болған. Қазір 2 тілші болыпты. Жалғыз тілші 3 бастық. Қазір 2 тілші 2 бастық қана бар екен. Сонда 4-ақ адам істеп отыр. 10 есе түсіп кеткен. Бұл енді қазақ әдебиеті деген ол қара шаңырағымыз. Қазбек Жарылқасынұлы, ұсыныс мынандай. Біз қазір мына әріптестеріміз осында болғанда қысқаша сұрақтарымыз қойып алайық. Одан кейін баяндамашылар жарыс сөз Бірақ қойсақ бола ма? Бірақ қойсақ бола ма? Сол сияқты мына Жұлдыз журналында 90 жылдығы жағдайы қиын. Жалын журналы Қанат Жұмабайұлы. Кезінде бүкіл жастарда, жас әдебиетшілердің қазір жабылып қалу жағдайында тұр. Жабамыз деп отыр. Осы мәселелер көңілдерінде болса, енді ал біз кезінде мына қазақ тілді газетке не керек бірінші? Ол бірінші айлық, екінші жаңағы қаламақы болса, тіпті жақсы қаламақы. Одан кейін таралым жаңа өзіңіз айтқандай. Қазақ тілді газет таралымы жөнінде біз президентке ашық хат жаздық. 3 министрге айттық. Қазіргі министр Айда Ғалымқызы алғаш министр болған кезде Алматыда алғаш журналистермен кездескен сол кезде айттық. Одан кейін 2 министрге де айттық. Осы мәселені президентке ашық хат жаздық. Онда бізде бір мәселені көтердік.
қойсаңыз. 11 мың. Қазбек Жарылқасымов, бізде кітапхана бар. сұрақтарға қойып алайық, одан кейін біз баяндама жасаймыз. Осы қазақ әдебиеті жаңағы жұлдыз бар, жалын және балалар журналы. Осы балалар журналын қазір іріктеу керек. Түсіндіңіздер ме? Балалар, әйтпесе қазір президент айтты деп қаптап кетті балалар журналы. Олардың қайсысы бізге лайықты мектепке жалпы білім беруге? Осы мәселелерді сіздің қаперіңізге саламын. Рахмет. Ұсыныс.